Сәлем достар, баршаңызға. Бүгін сіздермен өзімнің жасап жүргеніме 7-8 жылдай болған мамықтай жұмсақ медовик тортының жасалу жолымен толықтай бөлісемін. Ол үшін ең алдымен балды жай отта қайнатамыз. Балды отқа қойғаннан кейін бір келкі араластырып тұру керек. Тез қызып күйіп кетуі мүмкін. Керекті заттардың барлығын астына описанияға қалдырып кетемін. Тура сол мөлшермен жасасаңыздар, дәл менікіндей жұмсақ медовик болып шығады. Бұл медовикті жаюды қажет етпейтін болғандықтан тез дайын болады. Қамыры жұмсақ болғандықтан дайын бола салысымен кесіп дастарханға қоя берсеңіз болады. Мед осылай қайнап көпіршігі шыға бастағанда соданы салып жібереміз. Осы жерде байқап тұрыңыздар, сода салғаннан кейін тез көпіршиді, күйіп кетуі мүмкін. Осындай қоңырқай түске ене бастағанда майды салып жібереміз. Содан соң астын өшіре саламыз. Соның ыстығымен май өзі ериді. Міне бізде осындай әдемі карамель түстес болып шықты. Осындай түске енген кезде астын өшіру керек. Енді жұмыртқалы массаны дайындаймыз. Жұмыртқаны жарып, шым тұз салып, бір көпіршітіп алғаннан кейін қантын салып, тағы да көпіршітеміз. Жұмыртқаны жақсылап көпіршітіп алғаннан кейін жаңағы балды массаны біртіндеп қосып отырып араластырамыз. Онды міндетті түрде електен өткізіп барып қосыңыз, сонда медовиктің корждары әдемі болып көтеріледі. Онды тура астында жазылған мөлшермен қоссаңыз, жұмсақ болып шығады. Аз қосып қойсаңыз, былжырап жабысып шығуы мүмкін, ал көп қосып қойсаңыз, қаттылау болып қалуы мүмкін. Сіздерге бір құпиямен бөлісейін. Кез келген торт болсын, пирог болсын, жақсылап араластыруына байланысты болады. Миксермен болсын, қасықпен болсын, бір түйіршік қалмағанша жақсылап көбірек араластырса, корждары жақсы көтеріледі. Ал енді миксермен араластырамыз, бір келкі қоймалжың масса болғанша. Миксермен қозғап болдым. Менде осындай қоймалжың бір келкі масса шықты. Енді оны формамызға саламыз. Менде форманың диаметрі 24 см. Егер бұндай форма болмаса, пергаменттің өзіне жайып пісіріп алсаңыз болады. Кейін піскеннен кейін тарелкамен өлшеп кесіп алсаңыз болады. Тура осы мөлшермен жасасаңыз 3,5-дай корж шығады. Осы корждарды пешке салып 180 градуста пісіреміз.
Пешке салғаннан кейін қарап тұру керек, тез күйіп кетуі мүмкін. Ал енді кремін жасаймын. Мен кремін қаймақ пен сахарный пудраны араластырып жасаймын. Негізі медовиктің кремін сүттен жасаса да болады, бірақ біздің қорждарымыз өте жұмсақ болғандықтан осы крем жақсы үйлеседі. Міне біздің қорждарымыз әдемі дөп-дөңгелек, жұмсақ болып шықты. Енді тортты жинаймыз. Менде осылай 3 корж шықты, және бір кішкене корж шықты. Оны бетіне үгітіп, себуге алып қаламын. Видео пайдалы болды деген сенімдемін. Егер ұнаса, астындағы подписаться батырмасын басып, жанындағы қоңыраушаны басып қойсаңыздар болады. Сонда менің видеомды ең алғашқылардың бірі болып көре аласыз. Бұл медовиктің бір ерекшелігі, дайын бола салысымен кесіп жей берсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Дикоша рецепты каналынан құрметпен Динара.